Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен картошка, гармошка дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 5 картошка, колбаса және сыр, тұз, петрушка, өзіңізге ұнайтын приправа. Ең алдымен картошкамызды түбіне дейін кеспей, осылай етіп кесеміз. Барлық картошкаларымызды осылай кесіп аламыз. Өте оңай дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан соң картошкамыздың бетіне кішкене тұз сеуіп, колбаса мен сырымызды осылай етіп орналастырып шығамыз. Бірінші колбасамызды, сосын сырымызды кезектестіріп отырып орналастырамыз. Одан соң өзіңізге ұнайтын приправаны бетіне сеуіп, астына фольга қағазын төсеп, бетіне петрушка немесе укроп себеміз. Содан соң фольгамызды ораймыз. Бізде осындай болып шығады. Қызып тұрған пешке 250 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Бізде 1 сағат өтті. Біздің картошка гармошкамыз пісіп шықты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Лайк басып, комментария жазып тіркелуді ұмытпаймыз.